Сәлем достар, біз бүгін баклажанды жұмыртқаға қуыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 2-3 баклажанды алып, оны жіңішке етіп тураймыз. Және баклажанды суға 10-15 минуттай салып аламыз. Және суға тұз саламыз. Жұмыртқамызды дайындап аламыз. Оған дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Мен тұз ғана салдым. Баклажанды судан сүзіп алып аламыз. Қызып тұрған майға баклажанды жұмыртқаға аунатып қуырамыз. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын аударамыз. Осымен баклажандарымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.